2013 жылдың 18 қарашасында оңтүстік Калифорния мен Мексика шекарасында бір оқиға орын алды. Бұл жағдай кейін ақш-тың бүкіл жаңалықтар ленталарына шықты. Үкіметке ол оқиға $1 миллион түсті. Алайда бұл сол жағдай үшін төленген ең үлкен баға емес еді. 2013 жылдың 18 қарашасында шамамен таңғы 6:20-да ақш пен Мексика шекарасындағы кеден бақылау камераларына бір жас жігіт түсіп қалды. Ол өзіне сенімді түрде шекарадан күн сайын бірнеше рет өтетін адамдарға арналған жеңілдетілген тексеру аймағына беттеп бара жатты. Мұндай тәртіп, мысалы, Мексикада тұрып белгілі бір себептермен оңтүстік Калифорнияда жұмыс істейтіндер үшін қарастырылған. Алайда дәл осы жігіт кеден қызметкерлерінің ерекше назарын аудартты. Оның аты Круз Веласкес. Ол кезде небәрі 16 жаста еді. Ол шекара қызметкерлеріне бірнеше күнге досына бара жатқанын айтты. Бірақ оның қолындағы сөмкесі күмән туғызды. Сол себепті Крузды қосымша тексеруге алып баруды ұйғарды. Тексеру кезінде кеден қызметкерлерінің бірі жас жігіттің қатты абыржи бастағанын байқайды. Ол үнемі жан-жағына қарап, даусынан діріл естіле бастайды. Бұл мінез-құлық офицерге тым күдікті көрінді. Сондықтан ол Крузды күмән тудырған жолаушыларды терең тексерумен және сұрақ-жауаппен айналысатын арнайы офицерлерге жіберуді шешті. Ол күні кезекші офицерлер Эдриан Перри мен Валери Бейерт болатын. Ең алдымен олар жасөспірімнің құжаттарын тексерді. Ешқандай күмәнді нәрсе табылмады. Бұдан кейін офицерлер багажды қарауға кірісті. Офицер Бейерт сөмкені ашқанда, киімнен бөлек ішінде белгісіз сұйықтық құйылған 2 бөтелке болды. Дәл осы бөтелкелер офицерлердің күдігін туғызды. ақш-қа жыл сайын Мексикадан заңсыз жолмен үлкен көлемде есірткі тасымалданады. Соның ішінде оларды легалды тауар ретінде көрсетіп, өткізетін контрабандашылар арқылы. Дәл осы оқиғаға дейін көп ұзамай кеден қызметіне картельдердің метамфетаминді сұйықтыққа ертілген ұнтақ түрінде тасымалдай бастағаны жөнінде ақпарат түскен еді. Сондықтан офицерлер бұл жолы да сондай жағдаймен бетпе-бет келіп тұрған болар деп күдіктене бастады. Алайда жасөспірім бөтелкелерде жай ғана алма шырыны екенін табанды түрде айтып сендіргісі келді. Сол кезде офицерлер Перри мен Бейерт ресми ережені сақтамай, жігіттің өзі бастаған ойынға өздері де қосылуға шешім қабылдады. Ресми ережеге сай, егер сұйықтықтан немесе тағамнан есірткі бар деген күдік туса, кеден қызметкерлері бұл затты тәркілеуге және жедел тест жүргізуге міндетті. Алайда бұл жолы офицерлер олай істемеді. Керісінше, жымиып тұрып, жасөспірімге сол сұйықтықтың зиянсыз екенін өзі дәлелдеуді ұсынды. Бөтелкелердің бірінен бірнеше жұтым ішіп көруді сұрады. Жасөспірімнің енді таңдау мүмкіндігі қалмады. Ол бөтелкелердің ішінде не барын біліп тұрды. Сондықтан алғашқы жұтымдары өте күмәнді әрі сенімсіз болды. Бұл әрекет офицерлерге оның бірдеңені жасырып тұрғанын аңғартты. Бірақ олар хаттамаға сәйкес әрекет етудің орнына бұл қауіпті ойынды жалғастыра берді. Жігіт бөтелкенің қақпағын жауып жатқанда, агент Бейерт одан тағы бір жұтым ішуді талап етті. Офицерлер үшін бұл шындықты жасыру үшін ол қаншалықты бара алады деген қызығушылыққа айналды. Бірақ олар бұл ойында шектен шығып кеткенін өздері де байқамай қалды. Бұл өліммен аяқталуы мүмкін қауіпті ойын еді. Алғашқы жұтымдардан кейін небәрі 2 минут өткен соң, офицер Перри бұл денсаулыққа аса қауіпті екенін біле тұра, жымиып тұрып жігітке тағы 2 жұтым ішуін ұсынды. Жасөспірім енді кері қайтар жол жоқ екенін түсінді. Бірақ әрбір келесі жұтымның соңғысы болуы мүмкін екенін де сезініп тұрды. Оның қимылдары әлсірей бастады. Сенімсіздік айқын байқалды. Алайда ол әлі де бөтелкеде жай ғана алма шырыны бар екенін қайталауын тоқтатпады. Офицерлер бұл жігітті енді босатпайтынын іштерінен біліп қойған еді. Олар құжаттарын қайта қарап шықты. Дәл осы сәтте жігіттің жайсыздана бастаған алғашқы белгілері байқалды. Денесі қатты терлей бастады. Сәл-пәл дірілдеп тұрды. Жүйкесі сыр бере бастады. Ол барған сайын мазасыз күйге түсе берді. Одан кейін жеке тексеру жүргізілді. Бірақ киімінің ішінен ешқандай тыйым салынған зат табылмады. Соған қарамастан, офицерлер жігіттің бірдеңеге қатысы бар екеніне әлі де күмәнсіз сеніп тұрды. Олардың бұл күдігін қызметтік ит растады. Арнайы есірткі іздеуге үйретілген ит жігіттің тыйым салынған заттармен байланыста болғанын сезіп белгі берді. Содан кейін оны кісенмен байлап, тергеу жүргізу үшін күзет бөлмесіне алып кетті. Алғашқы жұтымнан бері шамамен жарты сағат өтті. Жігітті құжаттарды рәсімдеу үшін күзет бөлімінің тіркеу орнына алып келді. Сол сәтте айналасындағылардың барлығы оның жағдайында
бір нәрсе дұрыс емес екенін байқай бастады. Дәл сол алғашқы жұтымды ішуге ұсыныс жасаған офицер Валери Бэйрд оның дене қызуын тексеріп көрді. Температурасы шектен тыс жоғары болып шықты. Жігіт кенеттен испан тілінде айғайлап жылай бастады. Жүрегім, жүрегім деп. Ауырсынудан бүкіл денесі тырысып, оны ішкі жағынан қинап жатқандай болды. Айқайы барған сайын үдей түсті. Дауысын тоқтату мүмкін болмады. Тек сол сәтте ғана офицерлер жедел жәрдем шақыруға шешім қабылдады. Жедел жәрдем жеткен кезде оның дене қызуы 41 градусқа дейін көтерілген еді. Оны шұғыл түрде жақын маңдағы ауруханаға жеткізді. Алайда алғашқы жұтымнан кейін шамамен 2 сағат өткен соң, ол есірткіден улану салдарынан қайтыс болды. Бөтелкелердің ішінен расында да метамфетамин табылды. 16 жастағы Крузды картель жақында ғана өз қатарына тартқан. Бұл оның алғашқы контрабандалық әрекеті болатын. Картельдер кәмелетке толмағандарды жиі пайдаланады. Себебі ұсталған жағдайда оларды тек бірнеше айға қамауға алынып, кейін елінен депортацияланады. Алайда Круз Америкада жаза алудан емес, тапсырманы орындай алмай, елге оралғанда өзіне не болатынынан қатты қорыққан болуы мүмкін. Сол себепті ол бұл өлімге апаратын қауіпті ойынға баруға мәжбүр болды. Крузбен бірге ауруханаға офицер Валери Бэйрд де жеткізілді. Ол метамфетамин құйылған бөтелкеге қол тигізгенін айтып, медициналық көмекке мұқтаж екенін мәлімдеген. Өмірдің ирониясы шығар. Оның палатасы дәл Круз жатқан бөлменің жанында орналасқан еді. Сол жерде Бэйрд жігіттің өлер алдындағы жан дауысын, жан айқайын естіп жатты. Оқиғадан кейін арнайы тергеу жүргізілді. Оның барысында Валери Бэйрд пен Эдриан Перри жігітке сұйықтықты ішуге өздері ұсыныс жасаған жоққа шығарып, Круз бұл әрекетті өз еркімен жасаған деп мәлімдеді. Алайда оқиға орнындағы бейне бақылау жазбалары олардың сөзіне қайшы дәлел ұсынды. Соған қарамастан, екі офицер де ешқандай жазаға тартылған жоқ. Круздың отбасы оны ақылды әрі мейірімді бала ретінде сипаттайды. Тек бір сәтте ол жаман ортаға тап болып қалған. Кейінірек отбасы Круздың өліміне кеден офицерлерінің немқұрайлы әрекеті себеп болды деп есептеп, ақш үкіметінен $1 миллион көлемінде өтемақы өндіріп алуға қол жеткізді. Олардың ойынша 16 жастағы жасөспірімнің өліміне толықтай Перри мен Бэйрд офицерлері кінәлі. Бұл оқиға олардың ар-ождан алдында жауап беретін ауыр жүк. Алайда көпшілік бұған Круздың өзі кінәлі деп есептейді. Ол сол қайғылы шешімді кеден бекетінде емес, әлде қайда бұрын Мексикалық есірткі империясының бір бөлігі болуға келісім берген кезде-ақ қабылдаған. Құрметті оқырман, сіздердің әрбір басқан үлпілдеріңіз бізді шабыттандырады. Арнаға жазылып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Келесі оқиға сіздің қолдауыңызбен жарық көреді.